Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жаңа жылдық пирог жасауды ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны жарып салып, үстінен қант саламыз. Оның үстінен еріген сармайымызды құйып, фенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Барлығы бір келкі массаға келгеннен кейін үстінен қаймақ саламыз. Менде 20% қаймақ, 100 грамм салдым. 15%-дан жоғары қолдана берсеңіздер болады. Барлығын араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, фенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін үстінен апельсиніміздің сыртын үкіштен өткізіп қосатын боламыз. Яғни апельсиніміздің барлық жерін үкіштен өткізіп қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Бұл біздің пирогымызға өте ерекше иіс беретін болады. Одан кейін апельсинімізді кесіп аламыз. Сіздер осылай дөңгелек күйінде қойсаңыздар, немесе ортасын бөліп жарты апельсиннен қойып шықсаңыз болады. Енді формамызды дайындаймыз. Формамызға пергаментімізді төсеп, үстіне сармайды жағып шығамыз. Барлық жеріне бірге кетіп, және де шеттеріне де жағып шығасыздар. Үстінен қант ұнтағын сеуеміз, және де апельсиндерімізді бірге кетіп орналастырамыз. Міне осы жерде апельсинді жарты қылып, немесе дөңгелек күйінде қойсаңыздар болады. Дөңгелек күйінде қойсаңыздар, сіздерге 2 немесе 3 апельсин қажет болады. Үстінен жаңағы массамызды құйып, барлық жеріне бір келкі етіп, тегістеп жағып шығамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін 180 градус пеште 30-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Енді бұны тәрелкемізге аударып орналастырамыз. Келесі бетін аударған кезде сіздерде осындай әдемі пирог дайын болатын болады. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге сәттілік. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.